Сақтап ал. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Міне сіздер көптен күткен кілтке дейінгі видео тағы да жарыққа шықты. Жайғасыңыздар, көріңіздер, қызық болады. Айтпақшы, өткен видеолардың барлығында бірыңғай қолдауды байқадым. Барлығы жақсы тілек тілеп жатыр, қолдау білдіріп жатыр. Сонымен қатар менің видеоларымды тек қана қазақ ел емес, сонымен қатар көрші мемлекеттерде көріп жатқанын байқадым. Барлықтарыңызға рахмет, қолдауларыңызға үлкен алғыс білдіремін. Енді видеоға көшейік. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қазылған жер, мынау қақпамның қасында тұрған су құбырын үйге жалғап қостым. Сонымен қатар үйден шыққан канализация жүйесін үйге келіп тұрған канализация жүйесіне жалғадым. Осының барлығын экскаватормен қаздырып, қайтып экскаватормен көмдірдім. Алдыңғы видеода айтып кеткендей, өзімнің қоршауымды немесе есік алдындағы заборды артқа қарай шамалы шегіндірдім. Есік алды кең болып қалған сияқты, автокөлік толығымен сияды. Мына жерде баспалдақ құйылып жатыр. Керемет болып. Алейкум ассалам. Текс болды. Мына жерде үйдің артында тұрған қоршауды немесе забор деп көпшілікте айтылады, соны толығымен ауыстырдым. Ескі заборды алғаннан кейін шлакоблоктан құйдырдым. Шлакоблоктың құны 290 теңге, өруі 150 теңгеге шықты. Ассалаумағалейкум. Екінші слой ма? Көріп тұрғандарыңыздай қызғылт түске боялып атқан қызымның бөлмесі, соның тапсырысы бойынша. Мына бөлме ер бала немесе ұлдарымның бөлмесі. Бұл бөлмелердің қыздың бөлмесінен басқасының барлығы бірыңғай сұр түске боялды. Сұр дегенде прям атып баратқандай сұр емес енді. Ақ, бірақ сұр тектес деп айтсақ болады. Бейнеде көріне ме, көрінбей ме? Кеттік па? Төбені қарасаңыздар, айырмашылығы байқалып тұрады. Алып кетуге. Я? Жоқ, милиция. Жоқ, құдай сақтасын. Мендегі даладағы жұмыстарға көп қаражат кетті. Ол даладағы немесе сыртқы жұмыстарға бөлек бригада тағайындалды. Ол баяғыда менің үйімнің қышын көтерген бригада, баяғы таныс жігіттер болып шықты. Неге қаражат көп кетті дейміз? Өйткені үйім деңгейі қақпадағы есік алдынан өте төмен орналасқан болды. Соны көтеруге мәжбүр болдым. Бастапқыда іргетас құйғанда да соны ескердім, сондықтан биік етіп құйдым. Осыған бірнеше КАМАЗ топырақ, құм немесе басқада құрылыс материалдары толтырылды биіктету мақсатында. Сонымен көріп тұрғандарыңыздай атмосканы да құйып тастадым. Атмосканы толығымен қабырға, екі жақтағы қабырғаға дейін тақап құйдым. Және де менің жертөлеме түсетін баспалдақтың айналасында құйып биіктетіп деңгейіне сай етіп құйдым. Бізден аяқтау жұмыстары кезінде жолыққан қиыншылықтар көбінесе материал алу барысында. Оны видеоның соңында қорытындылай кетемін. Тағы да айта кетемін, бұрынғы видеоларымдағыдай ұсталарға алысым шексіз, өте жылдам, тәжірибелі және сапалы етіп жасайды екен. Және бір ескеретін нәрсе, кейбір ұсталар мысалы қосымша бір
жұмыстар айта қойсаңыз, мына істей сал, мынаны жаба сал деген сияқты әр нәрсеге қаржы сұрауы мүмкін. Бірақ менің жағдайымда ұсталарға рахмет. Келмеді әлі. Келмеді звондап қыздар кішкене. Қазір звондаймын. Кеше түні бойы звондадым. О, Әулия, ассалаумағалейкум. Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Бұл жерде келді ма келмеді ма деп сұрап жатқаным, әр күні келген сайын біреу уәде береді, әрбір жұмыстың маманы болады ғой, жалдаған. Мынандай уақытта келемін, мына күні келемін, істеп беремін деген сияқты. Сол жағынан мен өте көп сондай қиыншылықтарға тап болдым. Қиыншылықтар демекші, өйткені сол мамандарға бір жұмыстарын қарап қалады, соны күтуге мәжбүр боласың. Соның кесірінен айтқанда жұмыс уақыты тоқтайды ғой. Осындай бір қиыншылықтар болды енді. Дегенмен уәде берген соң келе алмай жатса, адам бір ауыз айтқанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын енді. Адамды да үміттендіріп қоймайсың, өзіңде ескеріп, көңілің тыныш жүреді. Иә, темадан ауытқып кеттім. Құрылысым осылай жүріп жатты, ішкі жұмыстар, бояулар, үйдің төбесі, кафель жапсырылып жатыр. Сапалы деп толық айта аламын. Арасында бір күн арнап душ кабинасын алдық, сонымен қатар унитаз, ванна, тағы да жуыну бөлмесіне қатысты көптеген заттарды бір күн арнап соны алдық. Онда бірден ала салмай, базардың біраз жерлерін араладық. Қай жер арзан, қай жер қымбат деп. Енді нақты Шымкент қаласында болса, бұл жерде ең арзаны Старый город дейді, ескі қала. Сол шаһарда көп екен негізі, арзанырағы. Бір қарап ашып, қарап алып салайық, а? Иә. Мына айна полный комплект ішінде. Айна каленый болады ғой, сүрекшіне болады. Каленый, да? Иә. Бұл комплекті ғой бұл. Иә, бұл полный. Ал тасы. Тасы бөлек қоя жаңа. Нече ме? Шешпек қой бәрі, сынбайды дейді ғой. Унитазы қарап жүрсе ба? Бүтін ғой, Бастапқыда барлық бөлме тегіс болды деп айтып кеткенмін негізі. Бірақ мына гардеробный, бұл жер кафельге есептеліп қойған екен, сол себепте шамалы деңгейі төмен болды. Бұған ламинат төсеп жатқандықтан бұның деңгейін көтеру мақсатында құймалы еден дейді, немесе наливной пол, соны құйып жатқан жайымыз. Жетеді ма енді еққа? Ішкерін аласың? Ішке алам ғой, жалпы неді масаң не жатқан ма? Осы бізде проблема переходпен болып жатыр. Мынандай бар, басқа келмей ма, не болды сонымен? Анерге жалғап жібереміз. Келісіп олайық. Немеге? Орымен кеп су ақпай қалса, ортаға тұрып қалса, қайттан істейсің. Арқа түседі ғой. Түспесе? Түшмесең мен таба алмайсың ғой қайтып. Айтсайшы нормально істеп бересің да қазір. Алынған нәрселер кеше күні бойы базардан жүр. Жайған алдар. Цвет емес па, қараңыз ба? Сонымен базарда біз таңдаған есіктерді келіп қалды. Онымен қатар ламинатты есіктердің бағасын әрине сұрайсыздар. Есіктер қосалқы бөлшектерімен, ұстайтын тұтқасымен, кілтімен барлығы 110 мың шамасында. Қалай, нормально шықты ма? Қай жерде қойып? Бастап атысқа ма? Баса берейін бе? О, мұстақям. Қойып қойыпсыздар ғой, да? Розетка не в тему, включатель артқа қойыпты. Нені көрді?
Ашылды. Ағам өшіріп қосатын істеймін деп жатыр еді ғой жаңағы. Осы ма? Осы ғой. Бұл да өзінде жоқ па? Тұр, ашық. Өзінікі ғой, Иә. Анада ше бар ма? Иә, келген еді. Biz басқасын таңдағанбыз ғой десе. Ассалаумағалейкум. Жақсысыз, жақсы шықпалы, өзің қалсын. Ассалаумағалейкум, Мұзафар ака. Бұяққа аяқ киіммен кіре алмаймыз ғой, болмайды ма? Шешейін ба? Или келе беремін ба? Кірейін ба, кірмейін, шешем. Хақым ба? Ассалаумағалейкум, қалайсыз, жақсымыз ба? Ассалаумағалейкум. Жылы су алыватсыздар ма, нормально ма уже? Ағады ғой? Айтпадың ба кеше? Батареядан алсын керек пе? Давай батареядан емес. Тоқты балаға боламыз. Мына тамақ осы жылы болу керек. Не бар? Бұдан да ағады. Тоқамды? Ағады. Ақты ма? Бірден демейді да, мияқтан пока жылтып су келеді да. Түсінатыз ба? Өзім секім олды ғой. Көшті ма? Ана көшті қоя, пәстің кетті қоя. Шығады еді ана болсайды. Бұрын айтқан ек па өз шығындарды? Бұл келген кезде еткенбіз ғой. Осыған жуына берсеңіздер болады уже. Жылы су алып. Айнақ қойы көрем да. Мыналар жете ма? Ағаштар жете ма? Астына да жете ма? Беймарал ма? Қалай істеп жатсыздар, көрсем болады ма?
ұрып шығасыз да сосын. Кесіп келеді. Мына тығу оңай ғой, тығасын ұрама қалай? Тығасы да ұрып кете бересіз ба? Свои бар, Тез екен да бұлар. Бұл қалай ілу керек па сонда? Қалай көрсетсе? Мына бұлай ілінеді. Осыған керек па мынау? Осыған керек, кәдімгі керек. Кәдімгі керек. Екі отырғызып керек. Сызықтарын бірдей қылып жатсыздар ғой сонда, Қайсы сызық? Мынандай сызықтар сызық қой, Бір-бірге ме? кетіп қалып жатыр ма? Кетеді ойлады жоқ. Мен сұрап жатқан, мынаны неге былай до конца итеріп бір тәне кеспедіңіздер ме? Жоқ, кісокты ішет ойапыз. Hazır. Ой, айда bakayım. Bildirme ki yanında şey. Ертең азанмен бар. О, 2 күн істейді екен, бір күн қатырып кетеді екен, ашылмайтындай ұстауға керек екен да. Содан кейін бір күн нелерін жапсырады екен да. Түсінемін ғой. Міне бізде плинтус басталды, плинтус. Істелініп батыр осы. Осы түнімен қатырып тастаған.
О. Есік азанда келем дейді. Жоқ, азан 11-де келеді дейді. Білмеймін. Сосын ертең обедтен кейін келетін болды ана душевой кабина. Бүгін де еді болды. Бұны клей баста екен да, анау ритм, жүректің ритмі сияқты емес пе? 12 басында. Баста екен да? Ана видеода бар ғой. Тесемей ма, сынып қалма, тесіліп қалмай ма деп адамдар. Тағын күн шықтым. Ана астарына шайнерлігі астында бір топырақ кетті ма? Ол Қалайсыздар? Есіктер болады ма? Оған бәрекелді. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыздар? Алейкум. Мен ғой егіз темір. Видеосы жүрейін ме? Қалай салаттыңдарың? Бұл тасы келмейміз ба сонда? Тасы келмей ма? Астында бір тасы бар еді ода? Тасы мен биг болып кетеді ғой, әдемі болмай қалады. Тасын не істеймін, сатып жіберем ба? Білмеймін, магазин апарып береміз мен. Ахмет қайсың? Мен. Мына жаққа силикон кетеді ғой, Ахмет? Ішіне орылып силикон көріңіз. Сыртына керек емес па? Не жаман көрініп қалады. Су өтпейді ғой, Қалай? Айнасы ауысып басқа оны шүріп тұрып арасың. Стекло айна болып тұратын ғой. Намаз оқы. Намаз оқы. Свет қойсын, аржағына қойсын басқа ғой. Осы жаққа келдіңіздер ма не уже? Осы жаққа келдіңіздер ма уже? Ая, бітті ма? Ешік қойып алса, андачкасын қойса, ешік жаңағы күндізін қойса, болды. Мен бір әсе сұрақ. Осы мынандай кабинет тағы да 35 метр керек қой. Нелерін басып кетіпті ғой тағы, Илхам, кім айда? Нелер басып кетіпті ғой біреу? Екі тесігі пенаға ұрып кетеді ғой, сонда? Да, ұста. Олар саған 100 мың берем ғой бүгін, ә? 100 мың дедің ба? Я, наличка көрсең дұрыс болады. 5-6 қап? Қайырға? Қалында. 5 қап қарын иә, туда смысла? Неге? 5 қап. Қандай клей дедің? Білетсің, кабинет келеді. Кабинет. Сырты бар ма сырты? Сет 300 бар. А? Сет 300. Сет 300, ә? Болды. Осы неға мебель құрып жатыр.
Құрылыс аяқталуының шеті көрінген кезде жиһазды да алуды жөн көрдік. Жиһазды біз арнайы бір дүкеннен алдық. Арнайы демекші, әркім талғамы әртүрлі ғой, енді өзімізге ұнайтын жиһазды алдық. Ол деген біздің қолға 2 диван және жатын бөлмеге өзіміздің кереуетімізді алып қондыру барысындағы видеоны көріп тамашалап тұрсыздар. Айтпақшы, арт жақтағы көрсімде құрылысын бастап кетті. Ол іргетас құюдың алдын жердің беткі қабатын, немесе орысша айтқанда растительный слойды қырып алып тастап төгіп жатыр екен. Соның 1-2 КАМАЗ алып қалдым. Өзімнің жерімдегі төмендеу жерлерді биіктету мақсатында және топырақ шамалы жаңарсын, таза топырақ төсеп кейіне керек болады деген оймен. Есігімнің алдына төктіріп алдым. Кет болды. 50. Кет 55. 55. 55. 55. 55. Болды 55. Болды 55. Иә, көріп тұрғандарыңыз, бұл да бір оңтүстік өңір немесе анау Орта Азиядағы Өзбекстан, басқа да мемлекеттердегі саудаласудың бір түрі ғой. Ортада делдал болады, 2 қолды ұстап, бір-бірін келістіреді, өзінің бағасын алады. Жалпы түсіндіріп кеткен жайым. Көбінесе бұны мал базарда кездестіреді. Басқа өңірлерге бұл ерсі көрінер, бәлкім, бірақ дегенмен оңтүстіктің халқына бұл танымал. Өзбек ағайындарымыздың кезекті жұмысты саудаласып жатқан кезден бір сәт. Әрине, барлығы олай келіспейді. Бұл жерде енді қызық болсын деп видеоға өздері бір солай бастап қалды. Мен видеоны түсіріп, тағы да істеші деп соны көрсетіп жатқан жайым ғой. Құрылыстың шеті көрінді, аяқталып келеді. Сонымен қатар жиһаздарды өз орнын табуда. Көз алдыңызда жатын бөлмедегі өзіміздің кереует және де есіктің жанындағы қосалқы бөлшектер қондырылып жатыр. Шеге ма сонда? Қазір амал ішкілерді. Алло, Қыдырбек, жаңа машина не болды, келмей жатыр ғой. Любой біреумен жібере сал мейлі, қандай болса да. Болды, хорошо. Мына жігіттер кетіп қалмасын деген. Болды. Sabah hocam. Ya bırakın ki soslap basa verirsin soslap. Көздеріңізді ашып берейін. Босаған соң айтыңыздар, көрсем. Біткен ғой, Иә? Іш жағы да бар ма, нормально? Шағым жоқ, адамлар біз тек сатып шықтық қой. Тұр ғой үші? Жоқ, подвал тұр ғой әлі. Подвалдың үстіне аман ішіп. Оны істемендер ма әлі? Үлгіресіңдер ғой бүгін, Құдай қаласа. ертең келесіңдер ма? Жоқ, бітпей ма деп ойлаған ғой. Сызып кел, мен тасып әнегіне қырқып тастаймыз ғой. Олжас? Ана тесіктерін пен арасынан ма, арасынан ашық жерлеріне? Қайсы, дауырдың ба? Иә. Оның арамайын ғой, дауырдың бәрін итеріп жауып тастайды. Керек емес па негізі? Мықты тұра ма негізі былай тұрғаннан кейін? Сол осыға қатып қалды. Неге керек емес па пена, неқа? Түз керек емес. Бұл немен қағасында жаңағы гидравлический неме ба, шегеме ба? Кішкентай ұрыс өсін.
ютубта жүреді ма ютубта қандай тамақ бүгін Палау бұл. Ана араластырып көрсетейін еті қайда Астыда. ет астында ма в общем мына жартысын бәрін істеп тастадық енді бітіреміз ба деп едік екі арба жұмыс істеп жатыр біреуінің баллон жарылып қалды именно 6:30-да жарылғанда бұл сәл 5:30-да жарылғанда бар бір баллон алып келетін екен бұл да сәл бір жарты сағат бұрын жарылмапты да бір магазинге барып келетін да сонымен жұмыс тоқтады енді келесі күн магазин тек 9-дарда ашылады ғой енді құрылыс Варианттардан көрсет. Сіздер жүрейін өзбекский палау мына жерлеріне жаттыңдар ма жоқ па Қалды ма? Алып тұр бір нәрсе берсе. Ол есіңіз көрген күйінде тұр. Ашып жауып 45-те 90-да. Иә. Орнынан қозғалмайды. Мынау уже тұр осың. Қойыңыз. 45 есіп қойыңыз. Есіп жауып. Орнына. 90. 45. Sultan da Sultan da. bu. 45. 90. Haydi. Sonra koyasın. Oyster. Assalomu alaykum. Oo. Bratan. Düngelik жаңа ғой düngelik. Döngelik жаңа ya azam ya. Иә. В общем, мына қалған топырақтар кетті, бұлай жетпей қалды, негізі мына жағы биік. Су сұраймын ғой. Тұрыңыз та, тұрыңыз. Бізде ютубта бәрі сұрайды ғой, қанша болды. Екеуін қосқанда все хорошо. Именно гипсокартон пока 100 квадрат па 100 штук қой, а? 100 штук. 100 штук. Апология свой вообще. Ана неге тақалмай кеше ручкаларын тайып отырмын. Міне жақындап қалды. Аяқталып қалды. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Міне ұсталар мен ауыршылар істеп жатыр бүгін. Шашлик. Жұмысты аяқтап жатырмыз. Даланың басты ұстазы Ғұлам. Оң қолы, оң аяғы. Қазір. В общем, іштің ұстасы Мұзафар. Бүгін енді жұмыс аяқталып жатыр. В общем, шашлик істейін деп жатыр. Шашлик деген көресіздер. Ассалаумағалейкум, Қазақстан еді. Аулия. Аулия. Көп сөйлемейтін нағыз жақсы кетіп қалды ана. Райымқұл. Камерам жам кетпей шығар. Жам пішті. Темір ағамыздан Алла разы болсын. Маған жұмыс бітуге
шашылтып берейін деген екен, шашылып түсті бана. Көрінбей қалды осы өттен. Басылмыш кім? Үлкен кім қайтты? Сіз? Мен мане? Бисмилlah, мане, бисмилlah. Сен түз ұстазай ба? Сол. Жеп болғаннан кейін жейтін, а? Бисмилlah. Жақсы пішкен, е? Кәз. Кәз без беріңдерші, бұрын. Ағаш алып қойды ғой. Апалып қойды. Құрылыс жұмыстарының басым бөлігі аяқталды, әсіресе ішкі жұмыстар. Әрине, есік алды әлі шашылып жатыр, біраз жұмыстар бар. Ас үйге тапсырыс берген жиһазымыз келеміз дегенше, оған тұрмыстық техниканы да дайындап қойдық. Тұрмыстық техникаға қосымша біз теледидарды әрине алып кеттік. Оның барлығын Алматыдан көтерме бағамен алып шықтық. Барлығы 1.500.000 теңге шамасында болды. Неқа қояды, кроватыңды енді аламыз. Бері қара. Мынау атыр ма үйің? Шыңды айтшы, бері қара айтсайшы. Енді тек үйді тазалап кіру қалды. Энергияда қосылып қалған уже толығымен. Ана жерге кір жуғыш машина кіреді, содан кейін бір клиник тазалап жүреміз. Толық үйді шаң, наклейка, толық бәрін тазалап болғаннан кейін кіре береміз. Тазалау дегенде енді. Енді не ердек отырмын, өзінің зауыттан келген наклейкаларын алып тастаймыз. Әзірше осы тойғанмен қанағат. Кейін қаржының жағдайына қарай, әдемелете берсең, үйге қия берсең, үй ақша кете береді. Үйге 3 түрлі кафель алдық. 3 түрлі кафель деп жатқаным. Біреуі асхана, екеуі хамам, жуыну бөлмесінде. Екі жуыну бөлмесін аяқтап, асханаға жақындаған кезде біздің кафельдеріміздің бірнеше бір бөлігі, пачкасы деп айтсам, бірнеше бір қорабы өңі басқа болды. Шамалы өзгешелік болды. Оны ауыстырайын деп барғанымызда складқа жіберді. Олар складта бірінші партия таусылып қалған, бұл екінші партия солай болады дегенмен. В общем, қысқасы, біз жапсырып қойған кафель ол жерде жоқ. Жаңа партияның қалдығын салып жіберген, жаңа партияның бастамасын салып жіберген, ол партияны ауыстыру үшін полный бәрін ауыстыру керек болды. Бірінші қиыншылық. Екінші, дәл сондай жағдай болмасын деп біз есік немесе ламинат алған кезімізде соны айттық. Барлығы бар ма, түгел ма деп. Ол жерде түгел болды, бірақ алып келген кезде айтып тұрсақ та, суретке түсіріп тұрсақ та, алып келген кезде, доставка кезде басқа ламинат келген. Түсі мүлдем басқа. Біз таңдаған, сіз көріп тұрғандарыңыз қоңыр, бір алып келген ламинат ақ болып шықты. Ол ақ таңдаған жоқпыз. Оны да шүкір видеоға неге түсірғанбыз суретке бірден жібердік, мынау басқа ғой деп. Сонымен бірден ауыстырып берді. Уақытты жоғалтты, жүйені тоздырады, және де соған келіп тіреліп тұрған ұсталар. В общем, жұмыс уақыты тоқтайды осыған. Екінші енді есікке келеміз. Есікті алдық. Вроде барлығын бірдей алған сияқтымыз. Есептеп 10 есік болды бізде. Үйдің осы қабатымен бізде жертөле бар. Үйдің ішіндегі қабаттағы есіктер, тағы да айта кетейін, есіктер есептеген кезде, мынау біз зал ғой. Залда мынау 2 есік болса алады. Зал бізде үлкен ғой, 2 есік бар. Білмейтіндерге айтып отырмын. Құрылыс жасап жүрген адам бір білуі мүмкін. Екінші мәселе, есік алғанда жаңа айтып отқаным, келгеннен кейін қасындағы добавка деймін, қосалқы материалдар қосымша сатып алынды. Ол келгеннен кейін тағы бірнешесін жібермей қойған болып шықты. Оны айтсақ есептемеген болып, оған тағы ақша төледік. Айналып келген кезде бір есіктің размері басқа болып шықты, хотя оны бір 3 рет па жазып бердік, ол да басқа болып шықты.
бір жердегі светтеріміз жасамай қалды. Мен айтып атқаным ұзын лента. Ең керемет, ең қымбаты дегеніміз жарнамалағандай шықпай қалды. Оны да енді ауыстырамыз деп жоспарлап отырып, ол қосымша қаражат. Және де біздегі қаражаттың ең көп кететіні үйдің айналасы. Үйдің айналасын көтереміз, бетон құямыз, біздің дарбаза қақпамызға дейін жақындатып бетон құйып жатырмыз. Өте көп қаражат кететкен. Жердің деңгейін су былай төменірек ағу үшін біз деңгейін көтеріп, соны есептеп жатырмыз да, скат деп айтады ғой орысша. Жаңбырдың суы толығымен көшеге шығып, ол жердегі ирригационный система дейді, мысалы арыққа түсіп кеткен бетон арыққа түсіп, ары ағып кету мақсатында. Соған бізде көп қаражат кетті. Жалпы керемет, енді бұл дегенді қиыншылық жақтар деп айтпай қояйын, бір жол жөнекей кездескен құрылыс барысындағы қиыншылықтар. Жалпы керемет, ойдағыдай шықты, тез бітірді. Бір ай болды, бір ай шамасында үйді ұсталарымыз аяқтап шықты. Бүгін нақты бір айда енді. Бұның ішінде плинтусы кетті, плинтусты біз жапсырма түрін алдық, оны да видеода көрсеттім. Енді жұмысшыларымыз риза болсын деп бүгін шашлик пісіріп жатыр оларға. Екі жақтың ұсталары да аяқтап жатыр жұмыстарын. Бір жағынан аузы шар, бір жағынан көңіл күйі көтеріңкі болсын деген өзімнің ойым ғой енді. Қаражаттарың жетіп жатса оншалықты көп ақша кетпейді, дегенмен адам көңілі ғой. Лайк басып қолдап кетіңіздер. Тағы қосымша бір жағдайлар болып жатса, тағы қосымша бір құрылыстарды жалғастырып жатсақ, қосалқы бір бөлшектер орнатып жатсақ, үйдің тағы бір жерлерін жақсартып жатсақ, міндетті түрде саламын. Мына жерден кіреміз. Мынау бізде ас үй бөлмесі, асхана, ас үй. Холодильниктің түсі шамалы өзгеше болып қалды. Бұл енді жайғасқан түріміз, әлі толық жинастырып ретке келген жоқ, бірақ дегенмен көрініс байқалып тұрды деп айтсам болады. Мына жерді жабу керек, енді оған әлі жеткен жоқпыз. Жалпы кілтке дейін деген соң видеоны созбай түсіре салайын деген. Мынау енді көшіп келгеннен кейін заттар, баяғы ала сөмке танымал. Морозильникте қазір бір жерге орналасады, бұл да әлі жаңа өзінің орнын тапқан жоқ. Мынау біздің жуынатын бөлме, хамам деп те атайды. Жайғасып жатырмыз. Қазір жатын бөлмені көрсетейін. Бұл да шамалы ретке 100% орнығып ретке жинастырылған жоқ. Жуынатын бөлме, гардероб, киім жинайтын бөлме депсем болады. Мынау бізде холл. Ортаңғы бөлме. Мына үйдің иесі ұйықтап жатыр. Сондықтан қатты шуламай қояйын. Міне жарықтар, жарық шамдар осылай көрінеді. Мынау екі диван, енді сыртын уақытша жауып қойған, бірақ дегенмен. Мынау енді балалардың бөлмесі, бұл әлі шашылып жатыр. Мына жер қыздың бөлмесі. Берде розовый көрінеді, шашылып жатыр, әлі ретке келген. Толық ретке келген жоқ. Мына жерден төмен қарай біз әлі құрылысты жалғастырып жатырмыз. Мына жерде кішкентай баламыз құлап кетпесін деп уақытша қоршау жасап қойдық. Соның салмағын ұстайтындай. Ана жерде жарық шамның біреуі әлі толық орнатылмады, бірақ мынау енді зал. Әйел кісілердің ұнататыны, ремонтына, осыны қалай жасағанына көңіл бөледі ғой. Осы зал ұзындығы 8,5-9 метрге жақын негізі. Мынау жарықта онша көрінбейді екен күндіз. Дегенмен осы. Мынау Иранның кілемі. Бүгін орналастырдық, сатып алдық, жайғастырдық. Үй осы енді. Осыған дейін күтіп, кілтке дейін күткен адамдарға үлкен рахмет. Күтіп жатыр осы үйіміз. Енді сыртына әлі жетпедік. Сыртын бөлек істейтін боламыз енді. Оны уақыт өте келе бір қаржыға байланысты шамалы тоқтап тұр. Ұсталарымызда демалысқа барып келеміз деп, айттан кейін келеміз деп сонымен қалды.
телевизор осы үлкен бір телевизор алдық, сосын мына жерде бір тағы біреуі бар, бұны ас үйге бөлмесіне орнатамыз деп дайындап қойдық бұл жерге. Осы, рахмет сіздерге. Мамамыз бізге подарок кетсеп тұр. 400 мыңның кастрюлясы үйлеріне. Рахаттарыңа тұтыңыздар. Қан ашып көрсетші, қандай болады ол? Ашып көрсетсей, маржан ашсай. Қалаша? Абай. Ашады, тоо. Шынымен ашып Қайдан көрген. біздің ашпағым ғой. Міне. Цвестер кастрюля. Маржан дайыма, Тимурмен. Маржан осыған ет асады. Бұның неге бұл сондай қымбат болды негізі? Сеп қой. Ма, рахат отырды. Септір.